6 бөлім. Қасым хан тұсындағы қазақ хандығы. 1517-1521 жылдары Қасым хан қазақ хандығының батысында белсенді саясат жүргізеді. Ноғайлардың бір бөлігі қазақтарға қосылып, қазақ хандығының шекарасы Еділге дейін жетеді. Қасымның негізгі жетістіктері. Қазақ әскерінің саны 200 мың, ал кейбір деректер бойынша 300 мыңға жетті. Шекара батыста Еділге, оңтүстікте Ташкентке дейінгі жерлерді қамтыды. Қазақ хандығы Қырым мен Астрахан хандықтарымен қарым-қатынастар орнатты. Қасым ханның билігі тұсында қазақ хандығы бұрынғы Жошы және Шағатай ұлыстары аумағындағы ең қуатты мемлекетке айналды. Деректер бойынша Қасым хан 1520 жылы қыста қайтыс болған. Денесі сарайшықта жерленген. Қасым ханның соңғы 3 және 4 жыл өмірі Еділ Жайық өзендері аумағында өтеді. Қайтыс болғанда ұлы хан 75-76 жас шамасында болған деседі.